Құмарлық пен құпия. Сәлем достар, сіздермен бірге түнгі хикаялар арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңдар. Мен оны бірінші рет көрген сәтімді әлі ұмыта алмаймын. Қарапайым күндердің бірі еді. Офистегі қарбалас, жиналыстар мен құжаттар арасындағы шаршаған шақ. Бірақ дәл сол күні есіктен кіріп келген ол менің тыныш әлемімді астан-кестен етті. Қара көзі, нәзік жымиысы. Жай ғана әріптес болуы тиіс еді. Бірақ оның жанарында бір ерекше тереңдік бардай көрінді. Қарап тұрып, одан көзімді ала алмай қалдым. Сізбен жұмыс істейтініме қуаныштымын, деді ол қолын созып. Сол сәтте оның алақаны менікін қысқан кезде денемнен әлде бір жылу өтті. Әдетте адамдарға онша мән бермейтін мен бір мезетте өзімді бақылаудан айырылып қалғандай болдым. Алғашқы әңгімеміз қарапайым болды. Жұмыс, тапсырмалар, жоспарлар. Бірақ оның әр сөзінде, әр қимылында өзіне тартатын бір құпия бар еді. Кешке дейін ойымнан шықпай қойды. Өзіме, бұл жай ғана әріптес. Басқа ештеңе жоқ деп қайта-қайта қайталасам да, ішімде әлде бір қауіпті құштарлық ояна бастағанын сездім. Сол түні ұйықтай алмадым. Көзімді жұмсам, оның жанары, қолының жылуы қайта-қайта елестей берді. Келесі күндері мен өзімді ұстай алмадым. Қайда қарасам да оны іздеп тұратын болдым. Әрбір қадамым, әрбір сөзім бақылауда сияқты. Жиналыста отырсақ та, менің назарым қағазда емес, оның жанарында еді. Ол да кейде маған көз қиығын тастайтын. Әуелі бұл жай ғана жұмыс барысындағы сыпайылық деп ойлауға тырыстым. Бірақ оның жанары тым ұзақ, тым жылы тоқтайтын. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болатын. Бірде кешкісін бәрі шығып кеткенде, офисте біз екеуміз ғана қалдық. Сыртта жаңбыр жауып тұрған, терезеден тамшылардың дыбысы естіліп тұрды. Ол үстел басында құжаттарын жинап отырған. Мен есікке беттей беріп тоқтадым. Сен әлі мұндамын ба? Деп сұрадым, дауысым дірілдегендей шықты. Иә, біраз жұмыс қалып қойды, деді ол күлімдеп. Сол күлкі дәл сол сәтте бар ойымды ұмыттырды. Бір-екі қадам жақындап барып тоқтадым. Ішімдегі дауыс, қателік жасама. Бұл әріптесің. Бұл қауіпті, деп сыбырлады. Бірақ басқа бір дауыс қаттырақ шықты, бір рет. Тек бір рет, ешкім білмейді. Ол басын көтеріп маған қарады. Біз бір-бірімізге тым жақын тұрдық. Екеуміздің де үнсіздігімізден бәрі түсінікті еді. Қолым еріксіз оның қолын іздеді. Саусақтарымыз түйіскен сәтте жүрегім дүрсілдеп кетті. Ол қолын тартып алмады. Керісінше әлсіз ғана қысты. Біз мұны жасамауымыз керек, деді ол сыбырлап. Иә, бірақ мен тоқтай алмаймын, дедім мен. Сол сәтте бәрі басталды. Құпиямыздың алғашқы қадамы. Жаңбырлы кештің үнінде біздің жүрек соғыстарымыз ғана естіліп тұрды. Сол бір жаңбырлы кештен кейін бәрі өзгерді. Әрбір кездесуіміз енді жай ғана жұмыс емес еді. Әрбір сөздің астарында жасырын бір мағына, әрбір жанасудың артында оттай ыстық құмарлық бар еді. Кейде ол маған бейкүнә жымиып қарағанда, айналадағы адамдар ештеңе байқамайды, бірақ біз екеуміз ғана білетін құпияны сол күлкі айтып қоятындай көрінетін. Аптаның бір кешінде ол маған хабарласты. Дауысы сәл дірілдеді. Бүгін көргім келеді сені. Тек екеуміз. Мен көп ойланбай келістім. Қала шетіндегі шағын қонақ үйдің бөлмесінде кездедік. Ешкім бізді танымайтын, ешкім күдіктенбейтін орын. Ол есікті ашқанда, жүрегім кеудемнен шығып кетердей соғып тұрды. Ол үстінде қара көйлек, шашы иығына төгіліп, көздері оттай жанып тұрды. Біз ештеңе демедік. Әр сөз артық еді. Құшақтасқан сәтте барлық тосқауыл, барлық қорқыныш жоғалып кеткендей болды. Түн тым ыстық өтті. Біз уақытты жоғалтқымыз келмеді, бір-бірімізді толық сезгіміз келді. Оның әрбір демі, әрбір сыбыры жанымды күйдірді. Ал таң ата бөлмеде үнсіз отырдық. Ол басын менің иығыма қойып, бұл тек біздің құпиямыз болып қалуы керек, деді жай ғана. Мен басымды изедім. Бірақ ішімде бір дауыс күшейіп бара жатты, мен оны енді жібергім келмейді. Бұл тек құмарлық емес, бұл одан да терең.
Біз 3 аптадан кейін кездесулерімізді азайтуды шештік. Әріптестердің күдігі, қоғамның сыңғыры бәрі бізге қысым жасай бастады. Бірақ жүрегіміздің өзі тоқтамайтын еді. Күні бірінде ол мені кездестіргісі келді. Қолында кішкентай сыйлық бар, сүйікті кітабыма жазылған жеке жазу. Мен сені жоғалтқым келмейді деді ол жанарынан жас ағып. Сол сәтте мен шешім қабылдадым. Ешқандай кедергі біздің сезімімізге күш салуға қабілетсіз еді. Біз бірге болуды таңдадық. Қоғамдық қысымды, ережелерді елемедік. Біз құштарлықпен емес, шынайы сүйіспеншілікпен байланысқан едік. Алғашқы кездесуімізден бастап, жасырын құштарлықпен басталғанымызбен, енді біздің махаббатымыз ашық, еркін болды. Біз бір-бірімізге толық сеніп, сүйіспеншілікпен өмір сүрдік. Түнгі қала шамдары бізді қоршап тұрғандай, бізде ештеңеден қорқатын ештеңе қалмады. Бәрі тек біздікі болды, құмарлықта, құпияда, сүйіспеншілікте.